анемиясы бар бізде зере балапан болды 11 жаста. Анемиян асқынғаны соншалық баланы шаш түсіп жатыр. Мамасы құйқасы көрініп бастады дейді. Баланы дәл осылай 4R программа арқылы емдеген кезде балада шашы шығып бастады. Бірден темір берген жоқпыз. Бірінші асқазанын шегін емдеп жатқан кезде уже шаш, балапан шаштар пайда болып бастады дейді мамасы. Балам ұйқысы келе беретін дейді. Баламда энергия пайда болып бастады дейді. Көрдіңіздер ме? Мынандай ұғымды қою керек. Мен жүрек ауырды ма, жүрекке препарат. Баламда анемия ма, бірден темір препарат бер. Или там баламның құлақ ауырып жатыр, тек қана құлаққа дәрі тамызу деген сияқты. Яғни ол локально емдеу органға специфично. Ол бұрынғы классика медицинаның техникалары. Қазіргі жаңа медицинаның, жаңа техникалар, жаңа бағыт бойынша біз аурудың себебін табуымыз керек. Себебін осылай тапсақ, ол ауру қайтып келмейді.